Эфирде қайырлы күн. Ольга бағдарламамыздың қонағын қарсы алатын уақытта келіп жетті. Иә, қымбатты көрермен, қайырлы күннің студиясында бүгін қонақта көпшілікті өзінің ерекше өнерімен таң қалдырып жүрген белгілі пародист, Базар жоқ театрының актері Асқар Көмекбаев. Студиямызға қош келдіңіз, Асқар. Асқар, өзіңізді таныстыра кетсеңіз, қай ауылда туып өстіңіз, өнерге қалай келдіңіз? Өнерге қызығушылықпен келдім. Бірінші Майкл Джексонның биімен бастап жүрдім. Жоқ, оның алдында брейк данспен қызықтым, 1-2 ай шұғылдандым. Ол кезде неше жасыңызда болдыңыз? Ол кезде мен айтайын, 7-8 оқып жүрдім. Содан кейін 9 бітірген кезде бір класстас балам видеокассета берді, содан қарадым. Майкл Джексон биіне қатты бір өнеріне ғашық болдым. Содан кейін соны билеймін деп өзіме қатты бір мақсат қойып алдым да, соны дайындалдым, шынықтым. Халықтың алдында да өнерімді көрсеттім. Енді сосын маған айтты, бұл енді Майкл Джексонның биін екінің бірі билей береді. Сен одан да бір ерекше бірдеңе жасап көрсейші, халықты бір елең еткізетін дегесін. Шынымен де жан-жақты қарадым, іздендім. Базар жоқты қарадым. Ол жақта пародистер ғой, тең жартысы. Сонда Аманғали ағамыз шығып, иттің дауысын салады екен. Қанат автоматтың дауысын салып, қыраған күлкіге топан күлкіге, күлкінің астында қалдырып жатыр. Сөйтіп Ерболат кемпірді салып жатыр. Сосын мен ойладым, мен қазір мен иттің дауысын салып барсам, ол қызық болмай қалады. Өйткені ол салып қойды. Мен өзім ерекше бірдеңе жасайын дедім да, іздендім, шұғылдандым. Сонымен не керек? Электро гитараның дауысы бар, осындай труба бар, саксофон бар, автобустар бар. Солардың барлығын дауысын зерттеп, құстардың дауысы бар, барлығын салып, өнерімді Тұрсынбекке көрсеттім. Осыны ұнатты. Әзіл әлемде қанатпен жұп қылып шығарды. Ол әңгіме айтып тұрады, мен дыбысын салып, екеумізді жұп қылып шығарған болатын. Содан берік, одан кейін қазір мен жеке орындаушы болып жүрмін. Яғни сіз арнайы бір жерден білім алмадыңыз? Өзіңіз үйрендіңіз? Оны бір арнайы ешкім үйретпейді, оның оқуы жоқ. Актерскийдің оқуы бар маманда, оған үйретеді 4 жыл бойы оқып. Ал пародияда сен дыбысты өзің шығарасың. Жалпы енді өзіңіз, Асқар, қалай ойлайсыз? Бұл пародия өнері өзіңіздің балалық кезіңізден бойыңызға дарған қасиет пе? Негізі мектеп кезде мұғалімдердің сөйлеген сөзін, әңгімелерін айтып, болмаса бір телевизордан көрген, мысалы Бауыржан Шалма или Нұржан Төлендиевтің қойылымдарын біреулерге дауысын салып беріп, сонымен бір қызығушылық солай. Біреуге айтып берсең, ол күлгеннен кейін, ол саған ұнайды. Өйткені сенің салғаныңды ұнатып тұр. Сосын соны бір бойыңа бір осы бір өнер шығар деп түсініп, көрейінші осыны салып деп, жаңағыдай тойларға жайлап шығып, колледждерде концерттер болады, сол жерлерде сынап көрдім, тексеріп. Жақсы кетті, сосын ары қарай бұны дамыту керек деп ойладым да. Содан бері Құдайға шүкір дауыс салып жүрмін. Бірақ бір дауыс салу үшін 6 ай уақыт кетеді, кейде 1 жылға дейін кетіп жатады. Әрқалай енді. Сізден үйренгісі келетін адамдар бола ма? Иә, айтады, қасыңызға бізді шығарсаңызшы, тойға бірге шығайық, болмаса, ана дауысты қалай саласыз, мына дауысты қалай саласыз, оны қалай үйренуге болады, арнайы оқу бар ма деп. Мен айтам, оның оқуы жоқ. Адамның ар жағында таланты болмаса, қанша тырыссаң да, басқа қылсаң да, ар жағынан берілмесе қиын болады. Мысалға, ақындығы бар болғаннан кейін ол суырып салып, кез келген әдемі сөзге қастырып шығара алады. Ал мен ақын боламын деп тырыссаң, бәрібір сен ақын бола алмайсың. Өйткені ол жаратылыстан берілетін нәрсе. Бірақ сіздің жаратқаннан. Бірақ сіздің әзірше шәкірт тәрбиелейтіндей, осы өнеріңізді өзгеге үйрететіндей жоспарыңыз жоқ? Жоқ, мен өзім үйреніп жүргеннен кейін өзімді бір шәкірт есебінде сезінемін, бірақ енді мен ұстазым жоқ қой. Ұстаз деген сияқты. Енді ешкімді әлі бұлай үйретіп, не қылатын мен ондай дәрежеде емеспін. Асқар, енді бұл өнеріңізге, өнердегі ағаларыңыз қандай баға беріп жүр? Жақсы баға береді. Енді менің адам өз-өзін мақтай алмайды енді адам. Мен мынандаймын деп айтпаймын. Елден естігенім, болмаса қазіргі интернетте пікірлер дейді ғой. Сол пікірлерден қараймын, бұндай дауысты екінің бірі сала бермейді. Бұның ешкімнің қолынан келмейді. Бұл осындай Алла Тағала берген талант деген сияқты жақсы сөздер естіп жатырмын. Ол мен үшін үлкен жетістік. Осындай жақсы әңгімелер есту. Сен мына салған дауысыңды, кейде мен таксилерде отырған кезде де адамдарды, шоферларды қорқытамын. Гайдың дауысын салып жіберемін, тағы домофонның дауысын салып әзілдеймін. Сонда жүргізушілер қандай әсерде отырады? Бүйтіп айнаға қарап бүйтіп қалады. Сосын мен үндемей отырамын, тағы қасымда балалар күліп жібереді. Сосын аға мына жігіт қой салып отқан. Сен аузыңа бірдеңе салып алған жоқсың ба деп сенбей жатады салған кезде. Жалпы енді сын көзге қалай қарайсыз?
сын айтады, сын айтылған жақсы, мына жерің бүйтіп жібер, сен мынандай қыл жібер, мынандай идея істе деп сын айтатындар көп, идея беретіндер де көп. Енді оны ары қарай дамытып алып кету менің өз қолымда. Жалпы саны қанша жаңағы дыбыстарды келтіресіз? Бұлай есептеп қарасам, қазір айтсам, айтайын ба, 40 бекен, 35 па, 40 па, сондай дыбыс бар шығар өзімнің. Ал армандап жүрген, бірақ меңгеруге қиын, берілмей жатқан дыбыстар бар ма? Мен электрогитараның дауысын салуда бір қатты бір қиялдадым да, сөйтіп соның дауысын салдым. Содан кейін гайдың дауысын бір қатты бір үште адамның жүрегінде болады, арман дейді ғой, қатты армандадым дауысын салсам деп. Бірақ ол үшін мен 6 ай еңбек еттім. Сосын соны салдым, бәрі жақсы болды. Мысалға, қазір гайдың дауысы? Тыңдайық. Біздің көрермендеріміз де қызығып отырған шығар. Прими правосудие машину. Ажырата алмайсың ғой? Кәдімгі сол полиция қызметкерлерінің көлігінде қандай дыбыс шығады, сізде дәл сондай дыбысты шығардыңыз. Асқар, сіз бірақ байқаңыз, адамдардың жүрегі тоқтап қалып жүрмесін осындай жағдайда. Бірақ керемет. Сосын жаңағы электрогитара деген, мысалға, оның дыбысы былай шығады. Бәрекелді. Кеше дүкенге бардым, азық-түлік алуға. Содан енді мен достарым біледі дауысын салатын. Ана жерде аппараттан өткізіп жатыр, маған салып көрші деді. Сосын қызық болсын деп салдым. Ана кісімен жарысып салып жатырмын ғой. Ана маған аузыма қарайды, біресе былай қарайды, аузыма қарайды, былай қарайды. Түсінбей қалған шығар. Сосын анандай бұрышта терминал тұрады. Соған бір қасына барып тыңдап тұрмын. Енді мүмкін бұны концертте де салып жүрмін, халық жақсы бағасын беріп жатыр. Осы жерде сіздерге де салып көрейін. Терминалды. Выберите оператора. Наберите номер. Если ваш номер правильно, нажмите вперед. Возьмите чек. И ана үйдің алдында кейде асығып жүрген кезде кілт қалып кетеді. Сосын келесін амал жоқ, домофонды басасың. Не деген керемет өнер, мен осындай өнерді бірінші рет көріп отырмын. Мына сосын енді өзім жаңағы вокзал деп отырмын. Вокзал деп отырғанда вокзалға жиі барам. Мысалға ата-анамнан бірдеңе беріп жіберем, болмаса алам деген сияқты. Концерттерге барасыз, гастрольдермен. Гастрольге әсіресе. Сонда вокзалда тұрған кезде автобус келеді. Олардың тоқтаған кезде Біздің автобустарға шынымен де ұқсайды. Ташкентке барахолка деп кетеді. Біздің автобустар осындай дыбыс шығарып тоқтайды расымен де. Асқар, енді осы жерден әңгімемізді үзе тұрып, біздің әріптестеріміз дайындаған бейнематериалға назар аударайық. Бала күннен өнерге жаны құштар, сурет салуда алдына жан салмайтын ерекше талант иесі еңбекқор қол өнер шебері Анар Лепесова. Кесте тігіп тоқыма тоқуды анасынан үйреніпті. Құлшынысы мен ұмтылысы күшті, қимыл қозғалысы ширақ Анар бүгінгі күні жіп пен ілмекті қолына алып ойыншық тоқудың шебері. Мен бала кезімде қол өнермен айналысуды жақсы көретінмін. Тігетін, сурет салатын. Ал бұл ойыншықтарды істегеніме 3 жыл болды. Мен оны интернеттен үйрендім. Бір күні интернеттен көріп қалдым да, маған ұнады. Сосын істеп көрдім біреуін. Содан кейін өзімнің туысқандарыма істедім бірінші ойыншықтарды. Одан кейін маған айтты, сат деп ойыншықтарды. Содан кейін мен оны сата бастадым. Содан кейін заказ ала бастадым. Қазір тек қана заказға ойыншықтарды жасаймын. Еңбек бәрін жеңбек, өнерінің арқасында өжет бола білген қайсар жанның жасаған ойыншықтарына қарап қызығасың. Көздің жауын алатын бұл ойыншықтардың сұранысы күннен күнге артып келеді.
Көңілі сергек, көкірегі ояу қолөнер шеберінің туындылары кез келген жанға көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Үнемі жақсылыққа үміт артатынын тоқылған ойыншықтарынан көруге болады. Менің арманым қол өнер шеберханасын ашу болашақта. Ол арманыма да жететін сияқтымын. Қазір сол қол өнер шеберханасын ашу үшін жұмыс істеп жатырмын. Өнерінен жанына шипа тапқан қолөнер шебері Асқақ арманына бір табан жақын десек артық айтқанымыз емес. Жігерлі де қайсар кейіпкеріміздің бүгінгі өмірлік ұстанымын өнеге етеміз. Қымбатты көрермендер, эфирде қайырлы күн. Біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызда қонақта керемет пародист, базар жоқ театрының актері Асқар Көмекбаев. Асқар, енді сіз көптеген дауыстар саласыз. Ұлы тұлғалардың, танымал тұлғалардың дауыстарын саласыз. Осы дауыстарды салу қаншалықты қиын, қанша уақыт керек салу үшін? Адамның дауысы қиын, шындап келгенде. Оның мысалға құр дауысын салып қою емес. Оның образы деген бар, оның мимикасы бар. Сосын әрбір сөйлеп жатқан кезде бір адам бір сөзді көбінесе қайталайды, оны бірақ өзі білмейді. Оны пародистер сосын жанында жүрген адамдар біледі. Сен былай көп сөйлейсің, мына сөзді көп айтасың деген сияқты. Әлібектің бүйтіп қала дегенде, сөйтіп қала дегенде, да деген сөзі көп айтылады. Туганың жағы, десең я деген сондай. Қанша уақыт алады бір адамның дауысын салу үшін? Мен Нұржан Төлендиевті дауысын бір жарты жылда салған шығармын. Соны ұқсатқаннан кейін Әлібек ағамыз мені шығарды Шаншарға, Туканың дауысын саласын деп. Сөйтіп Нұржан сахнаға шықты, мен де шықтым. Дауысын сал деді, шығып дауысын салып бердім. Сонымен қызық болды. Енді көрсетіңізші бізге адамның дауысын. Қазір дауысын салғанда, мысалға былай. Нұржан ағамыз сұхбаттарда көбінесе отырғанда, мән беріп байқап көрсеңіз, оның кішкене сәл жағы бетіп шығып тұрады. Бет шығып тұрады. Сол көзін кішкене көтереді. Сол сөйлегенде бетеді. Жалпы енді Қазақстанда неше түрлі театрлар бар да? Қараған кезде жай қарайды. Монолог айтып жатса да былай. Солай ғой, апай, жақсы. Ау? Жақсы. Иә. Ассалаумағалейкум. Енді біздің Қазақстанда неше түрлі пародистер бар да? Енді талай пародист көріп жүрмін ғой. Соның ішінде өзімді Асқар, енді мен дауысым салып, бір-екі рет Шаншарға шықты. Сіз сонымен қатар әншілердің дауыстарын да келтіре бересіз ғой, қателеспесем. Сол бізге бір әншіні көрсетсеңіз. Мен бүйтіп көрейінші, Қайрат Нұртастың дауысын салып көрейін. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Махаббатты мойындайтын жастар қайдасыздар, дауыстарыңыз естілмейді. Мен өзім жайлы көп жерде естіп жатам, Қайрат мамасының баласы екен ғой деп. Барлығымыз да сол бір анадан туылдық емес пе? Сен қандай болсаң да, тіпті жарымжан мүгедек болсаң да, өміріңнің соңына дейін аялап өтетін аналарымыз аман болсын. Жанкүйерлеріміз аман болсын. Осындай көзілдірікті сыйлаған анама алғыс айтам. Мама деп қойды. Айнымайды екен, қатты ұқсайды. Ал қыздардың дауыстарын сала аласыз ба? Мен шынымды айтсам, қыздардың дауысын телефонмен жақсы ұқсатамын. Телефонмен сөйлескен кезде біреу ар жақтан ассалаумағалейкум балам деп тойға шақырғысы келіп не жатқанда қалайсыз деп қызып сөйлей саламын да. Асқар керек еді деп. Асқар қазір бос емес еді. Сондай қыздың даусымен сөйлей саламын да. Сізге қарап айтуға оңай тіресетін Бейсен ағамызды ұқсатып отырмын. Ассалаумағалейкум, бұл айтуға оңай ток-шоуы. Бүгінгі біздің бағдарламада келіп отқан қонақтар қазір МС Сайлаубек туралы әңгіме өрбітеміз. Бұрын әртістер өзінің оқуын оқып, дипломын алып, әртіс атағын алып сахнаға шығатын. Қазіргі YouTube желісінде осылай өзінің өнерін көрсетіп жүрген МС Сайлаубек елге танымал болып бара жатыр. Сол МС Сайлаубектің өнерін, соң өнеріне баға беретін қонақта Нұржан Төлендиев келіп отыр. Нұржан, қош келдің. Адамға былай бір қарап, бір 15 минуттай әңгімелесіп, осындай пародия жасауға мүмкін бе? Бір адамның мен бір қарайым, сөйлеп жатқан сөзі, айтылып жатқан әңгімесі бірден сіңіріп алам. Тез салып кете алам. Бір адамды салу қиын, түсу қиын, ананың мінезін ұғыну қиын. Тұйық адам болады да, оны сала алмайсың. Мысалға, Нұржанды оңай саламын. Өйткені
сөйлеп отқан кезде енді көп адамдар Нұржан Төлендиев салып не қылады ғой, бірақ жақсылап зерттеп қарасаң, ол кісі сөйлеп жатқанда с деген әріпті кішкене сақауламай айтады. Бүйтіп сөйлейді. мысалы жақсы Жақсы емес та. жақсы деп айтады. Жалпы жақсы ғой, көрдіңіз, жақсы ғой, жақсы. Солай шығады. Асқар, ал мысалы мені сала аласыз ба? Әңгімелесіп отырғанымызға біраз уақыт болды. Тек қана маған тән бір ерекшеліктерді байқай алдыңыз ба? Сіздің ерекшелігіңіз қазақша сөйлеп отырсыз. Соны байқадым. Басқа. Енді жаңа айтып едім ғой, дайындық керек деп, сол сияқты бір дайындық қажет. Ол үшін сіздің жаныңызда жиі жүруің керек, сіздің әңгімелеріңізді көп тыңдауың керек. Сол кезде бір адамның құлағы даусыма, сіздің даусыңыз құлағыма сіңіп қалған кезде мүмкін ұқсатуы мүмкін, бірақ 100% емес. Ер адамдардың даусын ұқсата аламын. Түсінікті. Асқар, енді сіз адамдардың даусын саласыз, техниканың даусын саласыз, жалпы жан-жануар, құстардың дауыстарын сала аласыз ба? Иә, міндетті түрде, өйткені құстар деген бір ерекше бір жаратылыс, оның үні де әдемі, ол бір жағымды дауыстардың бірі. Алла тағаланың жаратқан жаратылысының бәрі ерекше. Ішінде атап өтетін болсақ, торғайлар, көгершіндер. Мысалға, көктем келді. Елестетейік. Тыңдайықшы. Құстар жүр. Ой, көзді жұмып отырсаң, бір саябақта жүргенде әсерде боласың. Ой, қандай керемет. Енді Асқар біздің студиямызға келіп, осындай керемет пародиялармен біздің көңіл күйімізді көтеріп, көрермендерімізге шабыт сыйлағаныңызға көп рахмет. Өнеріңіз өрістей берсін, өнердің биік шыңына көтеріліп, барлық биіктерді бағындырыңыз деп тілейміз. Сізге студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Бүгінгі күніңіз жақсылыққа толы болсын. Рахмет, сіздерге де соны тілеймін. Рахмет. Әрдайым творчестволық табыс тілеймін. Осылай көрермендеріңіз көп бола берсін. Елге осылай қызмет жасай беріңіздер. Біз сіздерді теледидардан көргенде қуанып отырамыз, қолдап. Асқар, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Өнеріңіз өрістей берсін. Барлық қалаған белестеріңізді бағындырып, аңсаған арман мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Аумин. Бүгінгі күніңіз жақсылыққа толы болсын. Қымбатты көрермендер, ал біздің хабарымыздың уақыты осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған талантты пародист, Базар жоқ театрының актері Асқар Көмекбаев. Ал біз эфир тізгінін әріптестерімізге береміз.